Армысыздар, қайырлы күн, құрметті Ұлықтаймыз студиясының көрермендері. Бүгін бізде студиямызда Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы нөмір 44 мектеп гимназия директорының шаруашылық жөніндегі орынбасары Қайрат Сатқанұлы. Ассалаумағалейкум, студиямызға қош келдіңіз. Көргенімізге қуаныштымыз. Араға кішкене уақыт салып Ұлықтаймыз студиясы қайтадан оралдық эфирге. Мен жалпы сізге сұрақ қойып, біздің Ұлықтаймыз студиясы осы жалпы мақсаты 20 жыл бойы осы мектепте ашылғаннан бастап қызмет етіп келе жатқан ұстаздарды, яғни ұлықтау мақсатында ұйымдастырылып жатқан шара. Сізге есіңізге салып кетейін. Енді сізге сұрақ, жалпы осы мектеп ашылған сәтте, осына 2000 жылға көз жүгіртсек, ашылған сәттен бастап сіз осы мектептің негізін қалаған Сәрсенбай Меңжанұлының қасында өзіңіз болдыңыз. Сол бір сәтке оралсақ, сол бір сәт көз алдыңызда шығар, осы мектептің жаңадан ашылып жатқан кезі, сол бір көріністі бізге айтып берсеңіз, қалай болды барлығы? Рахмет сұрағыңызға. Енді 2000 жылы 22 қыркүйекте қалалық орта білім бөлімінің бұйрығымен мен осы мектепке шаруашылық жөніндегі орынбасары міндетіне тағайындалып, осында жіберілдім. Мен мектепке ең алғаш келген кезде мектеп біту қарсаңында ең соңғы жұмыстар жүріп жатты. Бұл жұмысқа әрине Сәрсенбай Меңжанұлымен бұрын жұмыстас болдық. Бұл кісі Құмар мектебінде директор болған уақытта мен совхоздан сол мектепке жаңағы бөлінген маман есебінде жұмыс жасадым. Екеуміз бірге жұмыс жасадық. Соңынан ол кісі осы мектепке мектеп директоры болып тағайындалғаннан кейін маған осы жұмысқа өзіне шақырып, мұнан кейін әлі де жұмыс жасауға деп сол кісімен келісіп осы жұмысқа келіп тағайындалдым. Мен жұмысқа келген кезде мектеп бітіліп тапсыру қарсаңында біздер мектептің ішінде қарап жүрдік, қарадық, қандай не бір таныстық, отырдық. Мектепті ең бірінші қабылдап алып, тапсыру актісіне қол қойған мен өзім едім. Енді содан бері осы жұмыста жұмыс жасап келе жатырмын. Енді бүгінгі күнге дейін өздеріңіз білесіздер осы жұмыста. Жалпы Қайрат Сатқанұлы, сіздің шаруашылық енді өз ісіңіздің маманы екенін жақсы білеміз. Енді негізі ғимараттар 20 жылға жетпей жатып, құлдырап атап, іштері бір сынып атап, сондай бір 20 жылдыққа жетпей жататын кейбір ғимараттар бар. Бірақ біздің мектебімізге үңілетін болсақ, іші 20 жыл болған мектеп емес, бір күні кеше құрылған мектеп секілді. Сол кезден бергі өзіміздің ішкі бір ғимараттың ішкі бір сәндері де, жиһаздары да тап-таза, сол қалпында тұр. Осының бірден бір себепкері сіз өзіңізсіз. Жалпы осындай қылып мектептің ішкі шаруашылығын жүргізіп отыру қаншалықты қиын және сыры неде бұның? Бұл әрине мектепті осы күйінде сақтау, әркім жұмысқа тағайындалған уақытта тек қана жұмыс үшін емес, сол өзінің атқаратын қызметіне байланысты, жауапкершілігіне байланысты. Енді ең бірінші мектеп қабылдап алған уақытта бұл мектептің әрбір қабырғасын қалай қаланғанын, оның қандай сырларға боялғанын, оның әрбір сырдың қандай екенін бәрін мен бұрынғы тапсырған осындағы құрылысшылармен ақылдасып, солардың көптеген қағаздарын алдым. Сол қағаздарын қалай боялу керек, қандай түсте болу керек, осы күнге дейін менде сақтаулы бар әлі. Енді мектептің интерьері бұрынғы дұрыс жобамен жасалғаннан кейін, оны әрине осы кезге дейін бізде өзгертпеуге тырыстық. Себебі мына мектептің есіктері ағаштан жасалған, өте мықты, өте әдемі. Қанша оқушы оқыса да, жаңағы есіктерді, жарларды бәрін тап сол қалпына қайтадан жыл сайынғы жөндеу жұмыстарымен келтіріп отыруға тура келді. Жақсы, жалпы енді осы мектептің ішкі шаруашылығының барлығы сіздің өзіңізге қарап тұрған барлығы аян. Қол астыңызда қызметкерлеріңіз бар, бір емес бірнеше қызметкерлер, солардың барлығын бір бағытта ұстап,
үнемі соларға бір талаптар қоюдың арқасында осы мектептің тазалығы да, ішкі барлық жаңағы жарларының болсын, жиһаздарының болсын таза болып сақталуы, ол сіздің өзіңіздің талапшылдығыңыздың арқасы. Сіз енді осы мектепте 20 жыл қызмет атқарғаныңызды білеміз. Сонымен қоса сіздің жолдасыңыз Ақерке апай да осы мектепте қызметін атқарып, күні кеше осы еңбек зейнетақыға, яғни өзінің еңбегін аяқтап зейнетке шыққан болатын. Жалпы енді Ақерке апай туралы осы жерде айта кетсек, ол кісі бір мектептің 20 жыл бойы құрылғаннан бастап іс қағаздарының барлығын ретке келтіріп, іс қағаздар енді ол оңай шаруа емес, шыны керек екінің бірінің қолынан келмейді. Сол іс қағаздар реттеп, әрдайым қай баланың болса да анкетасы болсын, бір баланың бір данные болсын, кімдікі болса да соны тауып беріп, барлық құжаттың орын-орнына реттеп, барлық мектептің негізін құжат жағынан салып кеткен Ақерке апай деп білеміз. Енді сіз шаруашылық жағынан тиянақтысыз, Ақерке апамыз жаңағы құжат жағынан тиянақты. Жалпы осы екеуіңіз ерлі-зайыпты болып осы мектепте жұмыс атқарғанда қандай бір нелер болды, қиындықтар болды ма? Жалпы қалай ерлі-зайыпты болып жүріп, бір мектепте қызмет атқарған, бір жерде жұмыс жасаған қалай? Сол жайында айтып берсеңіз. Жалпы енді ерлі-зайып дегенде біздер Ақерке екеуміз жұмыстас болып есептелдік. Мен жұмыс барысында ол кісіні ерлі-зайыптымыз деп ойлаған жоқпын. Әрине үйде тек қана ол жаңағы менің жолдасым болды. Енді ол кісі бұрыннан селолық советтің жаңағы бөлімінде жұмыс жасады көп жылдар. Іс қағазмен бұрыннан айналысты. Осыны біле тұра Сәрсенбай Мержанұлы оны іс қағаз жүргізуші есебінде жұмысқа алды. Енді менің мақтағаным емес, ол кісі өте мұқият, өз жұмысына, ол тек қана жұмыста емес, үйде де барлық жағынан жаңағы менің ақылшым, маған жаңағы бағытын, кейбір заттардың айтып отыратын, менімен көп ақылдасып отыратын жаңағы менің ақылшым деп есептеймін. Енді жұмысына келетін болсақ, ол кісі деген өте өз жұмысына мұқият, жаңағы ол кісінің мына жадында сақтау қасиеті өте күшті. Ол кісі кез келген уақытта қағазға қарамай, қай оқушының қай класста оқитынын, қай жерде болатынын, қалай тұратынын, қайда кеткенін бәрін айтып беру мүмкіншілігі бар. Енді мүмкін содан болар, осы кезге дейін ол кісі өзінің қызметін атқарып келіп, қазір зейнеткерлікке шығып, қазір үйде отыр. Жақсы, сіз екеуіңізге осы мектептің бір Ескендір Хасанғалиев ағамыз секілді ескермеген махаббат дейді. Сол секілді сіздердің бір қызға да бәріміз қараймыз сіздерге. Ақерке апай екеуіңіз жүрген кезде, өзіңіз айтқан жұмысқа келген кезде біз де байқаймыз. Сіздер ана бір ерлі-зайыпты деп ойламай қалған кезіміз де болды. Біздер жас маман болып келгенде кейіннен білдік. Сол жаңа өзіңіздің сөзіңізге дәлел жұмыстас болып, үйге барғанда кәдімгі ерлі-зайыпты болып жүргеніңіз, өзіңіздің сөзіңіз дәлел болып отыр. Енді алдағы уақытта ұзақ ғұмыр тілейміз сіздерге, Ақерке апайға. Аман жүріңіздер, осы біздің мектебіміздің символы, махаббат символы жүріңіздер деп білдіреміз. Жақсы, құрметті Қайрат Сатқанұлы, осылай енді біздің студиямызға келіп, осына қаралас уақытта өзіңіздің уақытыңызды бөлгеніңізге көп алғыс айтамыз сізге. Алдағы уақытта шығармашылық табыстар тілейміз, денсаулық тілейміз. Заман болып жатқан індеттен сақтасын, сіздерді отбасыңызға амандық тілейміз. Ақерке апай екеуіңіз біздің осы мектебімізге әрдайым ұжымға жанашыр болып, 20 жылдық болып жатыр, 30 жылдықта, 40 жылдықта сіздерді қол ұстасып бірге жүргендеріңізді көріп отырайық деген тілек білдіреміз. Енді жалпы биыл 20 жылдық мектебімізге, өзіңізге ыстық мектеп, өзіңіз әрбір шегесін, әрбір осы қаланған кірпішінің сырын, жаңа өзіңіз айтып отқан барлығын білесіз. Енді жалпы осы мектептегі ұжымдастарыңызға, әріптестерге бір өзіңіздің лебізіңізді арнасаңыз. Енді құрметті әріптестер, жаңада айтып өттік қой, енді 20 жыл бойы жұмыс жасадық. Біздер жұмысқа келген уақытта осында мектепке бастауышқа кірген балдар мектепте бітіріп, қазір өздерінің оқу бітіріп, маман есебінде қазір еңбек етіп осы мектепке келіп тұрады. Бәрі көз алдымызда. Бұл деген енді аз ғұмыр емес, 20 жыл деген. Енді ұжымға тілейтінім, бұл тек қана 20 жыл емес, болашақта да
өзіміздің ұрпақтарымызға тәрбие беруде, білім беруде, Қазақстанның болашақ азаматтары мен азаматшаларын тәрбиелеуде үлкен жүк артылады. Біздің әрине ұжым деген өте ұйымшыл, барлық кіші қызметкерлеріміз, мұғалімдер барлығы бірлесіп жұмыс істеуде. Жаңағы мұғалімдер өздерінің білімін беруші, кіші қызметкерлер осыны тазалық ұстау, балдарға, оқушыларға, артынан ерген ұрпақтарға тазалықты үйрету. Осының мәселесі барлығы осы біздің ұжымның бірге атқаратын жұмыстарына байланысты. Сондықтан алда уақытта тек қана биіктерден көрінейік, әр уақытта да биік шыңдардан көрінейік, тек көп мектептің бір емес, жаңа мектептердің алды болайық дегім келеді. Рахмет, көп студиямызға келгеніңізге рахмет. Сізге алда уақытта тек сәттілік тілейміз. Бүгінгі біздің студиямызда болған қонағымыз Қайрат Сатқанұлы, өз ішінің шебері, мектебімізді жарқыратып көркейтіп отыру саласына өзіндік бір орны бар. Ағаларымыздың бірі, жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек, жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек десек, дәл сол азаматтың бірі, жігіттердің төресі Қайрат Сатқанұлы. Келесі Ұлттайым студиясында жолыққанша аман сау болайық.